Ассалаумағалейкум құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы күн. Так, мынау біздің тауықтарымыз жүр. Бүгін тауықтарымызға алынған жұмыртқа туғызатын дәрі-дәрмектері, витаминдері және де ыдыстарына обзор, анпакинг деймін зат. Сондай бірдеме жасаймыз. Короче, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Бүгін пайдалы ақпараттармен сіздермен бөлісетін боламын. Так, мына ыдысы бұрынғы балапандарға тауық қалған ыдыс қой. Шамалы. Сосын мына жем салатын ыдысы, міне банка ракушка тұр. Кішкентай. Соған мен мынандай үлкен ыдыс алып келдім. Міне осыны үлкен ыдыс алдым. Іліп қоятын ілгіші бар міне. Сосын астында су құятын міне несі бар. Мынаны осылай қойып қоям. Мынаны шлангмен суды толтырып қоям да, сосын іліп қоям. Өздері ішеді. Сосын мынаның ішіне андай тас бар ғой. Сондай шебін сияқты тас, сондай үлкен-үлкендерін қойып қоям. Сосын бүйтіп іліп қоям, тауықтар су ішеді. Сосын мынандай тауар алған кезде мұқият қарап алыңыздар. Кейбіреулері астары сынық, жарық болуы мүмкін. Менің басымнан сондай бір нәрсе өтті. Сосын біздер жем алдық, куринерат. Сосын мынандай рябушка алдық. Тауықтың жұмыртқа тууына, тауықтың манағыдай үйренісуіне, қораға соның барлығына жақсы көмектеседі. Для корней сушек дейді. И другие домашние птицы дейді. Короче, үйрек, утка бәріне бара береді ғой. Мына жерде, короче, неше процент, неше грамм қосатыны барлығы жазылған. Міне. Содан кейін мынандай здравый несушка алдық. Мынау здравый несушка тауықтарыңыз жұмыртқа тумаған жағдайда сізге көмектеседі. Тауықтарыңыз жұмыртқа тууына көмектеседі. Туып жүрген, мысалы 10 тауықтан 1-2 жұмыртқа алсаңыз, тоже осы здравый несушканы берсеңіз, тауықтарыңыз жұмыртқа туып және де тумайтын тауықтарыңыз жұмыртқа туып бастайды. Бұл енді бір аптаның ішінде нәтижесін шығарады. Бүгін беріп, ертең жұмыртқа қалам дейтін нәрсені ойламаңыздар. Бір аптада әсерін береді. Мынау бір аптада береді әсерін. Мынау тоже бір аптада береді. Любой витамин бір аптадан кейін береді. Содан кейін манағыдай мынандай чиктоник алдым. Мынандай. Бұл енді тоже тауықтарымыздың манағыдай витамин ғой, типа тауықтардың манағыдай несін айтам. Грипп болмауына, сондай нәрселерге жақсы көмектеседі. Так, осындай нәрсе алдым. Так, сосын тағы рябушка тағы алдым. Міне. Мынандай түрін алдым рябушканың. Мынандай түрін. Мына түрін беріп көрген жоқпын вообще. Жалпы анау ғой беріп жүрген. Мына түрінде алдым. Мына түрінде байқап беріп көрейін деген сияқты ғой. Осы түрінде алып жатырмын. Комбикорм на дому дейді. Для 10 корней сушек на 3 месяца дейді. Мынаның өзі 10 тауыққа, короче, 3 айға жетеді ғой. Солай сияқты, походу, мен ойымша. Так, сосын тауықтың манағыдай балапандардың ішіндегі құрттарын, нелерін сүруге осындай алдым міне. И вермек дейма, бірдеме аты, короче. Құрт құмырсқан сүруге. Мына жерде міне тауықтың әтешін сүреді тұр, және құрт құмырсқан не тұр. Мынаны суға қосып береме, тоже білмеймін. Мынаны бірінші мен интернеттен мұқият толық оқып шығам. Содан кейін беріп көрем. Тауықтардың құрттары түсіп, тауықтар жақсы өсіп не істеп жатса, онда мен сіздерге бұны алуға кеңес берем. Ал менің тауықтарыма бірдеме болып жатқан жағдайда мен бұны алуға сіздерге рұқсат бермеймін. Сол себепті мен мынаны бірінші очередь тексерем, сосын сіздерге айтам. Әзір мынаны істемеймін. Так, мынаны енді берсеңіздер болады. Бұл сіздерге өте пайдалы. Зияны болмаса, зияны жоқ, пайдасы болмаса, зияны жоқ. Мынаны тоже бірінші рет берейін деп жатырмын. Мынаны тоже пайдалы, жақсы. Мынаны тоже пайдалы. Сіздерге жақсы ұзаққа көмектеседі. Мынандай ыдыс алсаңыздар тоже жақсы болады. Сосын 3 қапшық рябушка алдық. Сосын бізде кебек бар. Ертең алла осы тағы да кебек алатын боламыз. Бүгін қораның ішін полный тазалаймыз. Енді опилка болмады, сөздің шыны керек. Бүгін демалыс, анау-мынау қыртым-шыртым деген сияқты әңгімелер айтады. Телефон соққанда, барғанда жабық тұр деген сияқты. Бүгін опилка болмады. Бүгін тиісті біздер қораның ішін тазалаймыз. Сосын жылы суларын құйып береміз мына ыдысқа. Содан кейін мына жемдерін уже еземіз. Мына шелегім бар. Мен бүгін тауықтарға сулап көретін шелегім ұтып. Ладно, оны ертең ала қоярым. Пластмасс шелек аламын деп. Так, міне шелек бар, осыған езіп, сықитып,
барлығын дерске қылып беретін боламыз. Бүгін қазір қораның ішін тазалаймыз, сықитып. Мынаяқтың тоғын көтеріп, бұған тоже свет қосамыз, ішін тазалаймыз. Сондай жұмыстарды бүгін жасаймыз, достар. Сіздер тек каналға тіркеліп, лайк басып, осындай пайдалы ақпараттармен сіздермен постоянно бөлісіп отырамын. Біздің қожалығымыз деп айтпаймын, енді мини фирмамыз үлкен қожалыққа айналуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып дегенде ғой. Сіздерден басқа ақша немесе тағы басқа нәрсе сұрамаймыз. Тек қана лайк басып, комментарий жазып бізді қолдап отырсаңыздар болды. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.